Сәлем достар, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұлшықет физиологиясы. Ең алғашымен біз бұлшықеттің түрлеріне келейік, ол көлденең жолақты қаңқа бұлшықеті, көлденең жолақты жүрек бұлшықеті және де бірыңғай салалы бұлшықет болып ажыратылады екен. Қаңқа бұлшықетінің қызметтеріне де тоқталып өту керек, яғни адам денесінің қалпын сақтауға қатысады, дененің кеңістікте қозғалысын, дене бөліктерінің бір-бірінен салыстырмалы түрде қозғалысын қамтамасыз етеді және жылу көзі болып табылады, яғни жылуды реттеуге қатысады деп айтамыз. Бұлшықеттің физиологиялық қасиеттері, яғни қозғыштық бұлшықеттің тітіркенгіштікке қозып жауап беруі. Өткізгіштік бұл бұлшықет бойымен қозудың өтуі болып табылады. Жиырылу бұл қозу кезінде ұзындығы немесе кернеуінің өзгеруі. Эластикалық созылғыштық, яғни майысқақтық қасиеттері, ол жиырылудан кейін бұлшықеттің бастапқы пішіне келе алу қасиеті болып табылады. Автоматия бұл тіннің сырттан тітіркендірусіз өзінде пайда болатын серпіністер арқылы қозуын айтамыз. Соңғысы пластикалық, бұл ұзындығы өзгерген пішінін біраз уақытқа дейін сақтауы. Бұлшықеттердің дара жиырылуы жеке импульс әсері нәтижесінде пайда болады. Латентті кезеңі жасырын кезеңі деп аталынады, 0,1 секундта, жиырылу кезеңі 0,5 секундта, ал босаңсу кезеңі 0,5 немесе 0,6 секундта аралығында болады екен. Тетанус бұл жиі екі тітіркенгішке бұлшықеттің ұзақ және күштірек жиырылып жауап беруі болып табылады. Ол бізде тісті тетанус және де тегіс тетанус болып бөлінеді. Тісті тетанус төменгі жиілікті тітіркенгіш әсер еткенде пайда болады 10-20 Гц аралығында. Ал мына екінші суретте бізде тегіс тетанус берілген. Тегіс тетанус жоғарғы жиілікті тітіркендіргіш әсер еткенде пайда болады 20 Гц-тен жоғары қарай. 0,5 секунд уақытты қамтиды екен. Тітіркенгіш жиілігінің оптимумы мен пессимумы деген ұғымдар да бар. Оптимум бұл ең жоғарғы тетанусты тудыратын тітіркендіргіш жиілігін айтамыз. Ал пессимум бұл төмен тетанус тудыратын ең жиі тітіркендіргіш болып табылады екен. Және де қажу деген ұғым барлықтарыңызға кездескен болар. Қажу бұл жасушалар мен мүшелердің немесе тұтас организмнің уақытша қызметінің төмендеуі болып табылады. Демалыстан кейін қызметі қалпына келеді. Және де бізде белсенді демалыс туралы түсінікті Сичнов енгізген. Бұл да маңызды бір ақпарат болып табылады. Міне достар, бүгінгі біздің қысқаша ақпаратымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Білімдеріңізді әлі де толықтырып, кітаппен салыстыруға кеңес береміз. Казмет әрдайым сіздермен бірге, өзіміздің бар білгенімізді сіздермен бөлісіп отыруға әрдайым тырысатын боламыз. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.